Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 51-ші сабақ. Еңбектің наны тәтті. Түскі тамақ пен кешкі тамақ. Таңертең бала ешқандай жұмыс жасамай үйінде отырыпты. Сәлден соң түскі ас ішетін уақыт келеді. Анасы түскі асқа ет пен сорпа әкеледі. Бала сорпаның дәмін көреді де, дәмсіз сорпа екен деп жемей қояды. Анасы айтады: "Бұл дәмсіз болса, онда кешке дәмді сорпа пісіріп беремін" дейді. Түскі тамақтан соң баланың әкесі сыртқа шығып жұмыс жасайды. Шөп тасиды. Сол кезде бала сыртқа шығады. Әкесіне көмектеседі. Шөптің төбесіне шығады. Әбден шаршайды. Шөпті жинайды. Әкесі мен баласы бұл шөптерді малға қысқа азық ретінде жинап жатыр. Солай бала әбден шаршап қарны ашады. Балаға кешкі асқа анасы сорпа мен етті береді. Бала жеп алады. Солай жеп алып болған соң анасына айтады: "Анашым, бұл түстегі сорпадан өте дәмді екен. Мына сорпа өте дәмді екен. Рахмет, анашым" дейді. Анасы айтады: "Бұл сорпа түсте қалған сорпа ғой. Сен жұмыс жасап, қарның ашып жеген соң дәмді болып тұр. Еңбектің наны тәтті деген осы ғой" дейді. Сонда бала еңбектің наны қандай тәтті екенін түсінеді. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.